Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Лайк басып, подписаться басып отырыңыздар. Бүгінгі жасайтын тақырыбымыз өте жақсы тақырыпты айтуым болады. Осындай видеоны қалай жасауға болады, сол туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге CapCut деген мобильді қосымша керек. Барлығы тегін, функциясы өте мол, сондай жақсы мобильді қосымша. Мой проекттен басамыз. Және бізге керекті ең бірінші фотоны таңдап аламыз. 5 фонның фотоны таңдап аламыз. Әдемі фондағы мен мына сарқаман алғым келіп тұр. Добавить жазамыз. Енді осы астына бірдеме YouTube каналыма форматын қойып алайын. Мына жерде 19.9 демді беріп, сол жақтан көмеме үлкейтіп, астындағы туралы шығарып алғым келіп тұр. Енді келесі астына наложение деген бар, соны басамыз да. Добавить наложение деп, мынаға қоятын видеомыз таңдайық. Мына жерде бір қыздың суретін, видеосын жүктеп алдым. Соны экранмен бірде қылып, фотомен бірде қылып үлкейтіп аламыз. Және астында осы қызды таңдап тұрып, астында удалить фон деген бар, соны басамыз. Сол кезде мына автоматически фон алынады. Былай қойып аламыз. Енді үстіндегі картинкамызды ұзақ қылып алайық. Ұзақ қылып алайық. Басқа фонда қойып көреміз қазір. Енді осындай әдемі видеоны жасау үшін мына қыздың үстін басып тұрамыз, астындағы басып боямыз, өзі ақ түске боялады. Енді астында анимация деген бар. Соны басамыз да, анимация дегенді басып, шығу шығады, ход деген шығады, вот деген шығады. Және осы жерде кез келген эффект таңдауға болады. Тряска, вращение, затемнение, меню, зум, приближение деген жерде өте көп. Мен мына жерде не таңдайын деп тұрмын? Качели направо андаймын. Мына жерде. И астында скоростың былай екі бітті. Мына жерде қыз осылай келді. Елі ұстаймыз да. Тастың қасына кетіп тұрды. Птичка басамыз. Келесі осы жерден мына видеомызды келген жерінен кесіп тастауымызға болады. Разрез деген бар. Мына жердегі бірінші келесі разрез екінші видеоға айналды. Осы үстін тағы басып, бұға мен басқа эффекті бергім келіп тұр. Енді направо деп тұр, енді налево айтып көрейік. Мына качели. Начале деп тұр мына. Астындағы қарап көрейік. Үстіне түседі. Былай да болады. Былай. Енді мына қызды істеу үшін, былай бұру үшін үстін басамызды, мына былай бұра береміз. Видеоны үстін бассаңыздар болды. Осылай жасауға болады. Тағам жерден кейін разреттейік. Енді басқа қойып көрейік. Енді үстімізде фонымызды тағы бір фон қойым келіп тұр. Басқа. Әдемі фондар алғанмын. Мына фонды қойып көрейік. Мынауымыз үстімізге апаруымыз керек. Мына кетіп сақ көрейік. Мына түсті. Енді бірде қаламыз. Енді мына қызды ұстап тұрамыз деп, бұның фоны өшіріп тұстауымыз керек. Қыздың фоны өшіргенде осындай әдемі фотоға түсті. Мына жердегі форматын өзгертіп тастайық. Форматы кішіріп кеткен сияқты. Үлкейтіп аламыз қолдың көмегімен. Және болды. Енді мынағы шөп түсе тұрған қыз тұрады. Енді осыған да эффекті берейік. Эффекті берейік. Вот. Енді мына жердегі
Нанды алып аты. Қазір жүктеліп жатыр. Жүктелгеннен кейін қазір келетін болады. Осыны бәрін жүктеп қойсаңыз, шыға беретін болады. Качайында алып аты. Качели сияқты. Андай алып келетін болады. Өте әдемі шықты. Үстіндегісін бүйтіп бірдей қылып, астына қаша келді жаңа. Так. Осыдан өшіп тастауға болады. Мынаған басқа анимация қоюымызға болады. Вот дейміз. Баған осындай анимация болады. Енді басымызды қараймыз. Өте жақсы. Астында концовкасын кетіп тастауға болады. Удалить деп, бізде өте әдемі видео шықты. Осы өзіңіз эксперимент жасап беруге болады. Осы эффекті өте көп. Енді мына жерге эффекті қоюға болады. Қандай эффекті? Тренд те бар. Тренд дейді. Бар, енді ашылу керек. Басқасын қарап көрейік. Так, басқа қандай бар екен? Бір әдемі эффект беретін. Золотые блестки. Осы жақсы сияқты. Бастан басып қояйық. Жоқ, достар, мынаны қойсақ, видеома жай жұмсап қалады екен. Видеоға әсер етеді екен. Сондықтан қоймай-ақ қояйық. Осылай жасаймыз да, өзін осылай не қояйық, музыка қояйық бір әдемі. Мына жерде әдемі музыка қоюға болады. Мына Fresh Block One мүшеден бірдеңені қойып, плюсті басамыз. Осылай қоямыз да. Және мына жердегі қойып қарайық. Өте көп. Жүмдеген өшіріп теміз. Соңғысын өшіріп теміз. Разет өсіп. Және экспортта басып, біз оны сақтап аламыз. Және бұны әлеуметті желілерімізге қалай керек, қай жер керек, соған жасай беруге болады. Достар, видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.
Бұл CapCut приложениесі өте жаңа айтқанымдағыдай өте жақсы және тиімді, барлық функциясы тегін болып келеді. Сондықтан эксперимент істеп, әр жерін шығып қарап, көп нәрсе жасауға болады. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер, жауап беретін боламын. Көріскенше.